Қызылорда қаласы Әл-Фараби микрорайоны Нысанбай Жырау көшесінің бойынан, мына жерде Әл-Фарабидің главный трассасы бар. Мына жерде 6 бөлмелі үйді көргелі жатырмыз. 2 қабатты 6 бөлмелі үй, сыртқы қоршауы пескаблокпен қоршалған. Жер көлемі 14 сотық, гаражын қарсы қақта орналасқан, үйді қарсы қақта орналасқан. Дәу үлкен осы үйді небәрі 23 миллион теңгеге ала аласыз. Мынау гаражға қарай кіретін есігі. Айтпақшы, айта кетейін, есіктің алдында ең қызығы мынандай қазаққа қара шүй іспеттес времянка бар, ішеден кондиционер ұрып тұр. Сонымен қатар тағы да не айтуға, жеміс ағаштары бар, баня бар, кір жаюға арналған бөлек бөлме бар. Мынау бақшасы, алма, жүзім бәрі өсіп тұр. Енді кеттік үйдің ішімен танысайық. Үйдің ішкі көрінісін қараса, енді үлкен қонақ қабылдау бөлмесі, барлығы ашық түсті қылып, әдемі қылып жасалған екен. Тап-таза үйдің іші. Мынау бізде кіреберіс алғашқы аймағымыз, аяқ киім шешуге арналған бөлме. Тағы да бір үлкен бөлме бар. Мынау екінші кіреберіс есігі, ар жақ бөлігінде бағана өткен банямыз, кір жаюға арналған бөлмесі. Ортада осында холл бар. Екінші қабатқа көтерілетін баспалдақ бар. И ас бөлмесі міне тұр. Мына бөлікте қазақы бөлме бар. Қазақы бөлменің ішкі көрінісі. Және қонақ қабылдау бөлменің жанында үлкен кісілерге арналған тағы да бір жатын бөлме бар. Енді екінші қабатпен танысайық. Екінші қабаттың көрінісі, екінші қабатта 3 жатын бөлмесі бар. Бұл бізде көріп жатқанымыз үлкен бірінші жатын бөлмесі. Мына бөлікте тағы да бір жатын бөлме бар. Балалар бөлмесі бар. Тамаша баға хабарласыңыздар.